Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз қабатулы қабырғаларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Мемлекет 6 жасқа дейінгі балаларға 5000 теңгеден көмек берді. 2023 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша 94,2 мың отбасыдағы 495,3 мың адамға әлеуметтік көмек тағайындалды. Биыл осы мақсаттарға бюджеттен 73,9 миллиард теңге бөлінді. Атаулы әлеуметтік көмек отбасының әрбір мүшесіне адам басына шаққанда орташа табысы өмірлік ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70% төмен азаматтарға тағайындалады. Осы жылдың 1 қаңтарынан бастап 1 жас пен 6 жасқа балалар аралығындағы кепілдендірілген әлеуметтік топтағы көмектен заттай түрінен монетизациялау форматында, яғни ақшалай қосымша төлем түрінде 1,5 айлық есептік көрсеткіште мөлшері 2023 жылғы 5175 теңге ауыстырылды. 2023 жылдың 1 мамырдағы жағдай бойынша атаулы әлеуметтік көмек алушылар қатарындағы 1 жастан 6 жасқа дейінгі балалар қоса алғанда 150,8 мың балаға қосымша төлем тағайындалды. Қазіргі уақытта қазақстандықтар атаулы әлеуметтік көмек тағайындауға өтінішті тұрғылықты жер бойынша жұмыспен қамту орталығының ауыл округінің әкіміне, сондай-ақ igolk.kz порталы арқылы бере алады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де сау саламатта болыңыздар.